Ит пен мысықтың хикаясы. Ертеде бір бай кісі Сүлеймен пайғамбарға келіп, «Маған жан-жануардың тілін үйретіңізші» деп өтініпті. Пайғамбар, «Саған ондай кереметтің қажеті жоқ, өзіңе зиян болады» дейді. Бірақ бай кетпей қиылып отырып алады. Байдың көңілін жыққысы келмеген пайғамбар жан-жануардың тілін үйретті. Ертесіне бай таңертең тұрып, итіне бір кесек ет лақтырады. Етті мысық қақшып алып талға шығып кетеді. Ит әупілдеп үреді. Бай оларды түсініп тұрады. Ит, еттен бөліс деді. Мысық, сен бір күн шыда, байдың семіз көк қошқары бүгін арам өледі. Соның етіне қарық боласың, деді. Бай ертесіне көк қошқарды сатып жібереді. Азанда бай тағы бір кесек ет лақтырады. Мысық оны да қағып түседі. Ит тағы сұрады. Мысық, бір күн шыда, бүгін түнде байдың сиыры арам өледі. Етке армансыз тоясың, деді. Бай сиырын сол замат сатып жібереді. Ертесіне бай тағы да ет лақтырады. Мысық бұл жолы да итке бұйыртпады. Ит ренжіп, кеше сиыр өледі деп едің, қожайын оны сатып жіберді. Етімді бер, деп жалынды. Мысық оған, бүгін түнде байдың семіз биесі арам өледі. Бір ай ет жейміз, деді. Бай кешке жеткізбей жылқыны да сатып үлгереді. Ол ішінен бұл бір рақат болды. Апаттың алдын алдым, жануардың тілін білгенім қандай жақсы деп ойлап масаттанады. Ертесіне итіне тағы да бір кесек ет лақтырады. Оқиға айна қатесіз қайталанады. Бірақ мысық бұл жолы, бүгін түнде бай өледі. 7-сі бар, 40-ы бар, 100-і бар, жыл 12 ай тоқ жүреміз, деді. Мына сөзді естіген бай шошып кетті. Жалма-жан Сүлейменге жүгіріп барып болған жайды айтты. Патша екем, мына жалдан мені құтқар, деп жалынды. Сонда Сүлеймен патша, саған келген бәлені қойың қақты, оны сатып жібердің. Сосын сиырыңа ауысты, оны да сатып құтылдың. 3-ші жолы ажал биеге ауысты, оны да сатып құрттың. Енді бәле басыңа төнді. Алланың бұл ісінің алдында мен шарасызбын, деді. Бай сол түні дүние салды. Содан бері ел арасында бәле әуелі малыңа келеді, малыңа келмесе басыңа келеді деген тағылым қалған екен.